Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ашыған қамырдан жасалатын пигодиді жасайтын боламын. Ол үшін ең алдымен қамырымызды ашытып алуымыз керек. Қамырға қажетті өнімдерді айта өтейін. Менде примерно 1 килограмм ұн, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы, 3 ас қасықтай сұйық май, және 2 немесе 3 ас қасық майонез. Егер сіздерде майонез болмаса, сметана қоссаңыздар болады. Майонез біздің қамырымыздың керемет дәмді және жұмсақ болуына көмектеседі. Жылы су керегінше. Сомен осы өнімдердің барлығын описанияда қалдыратын боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге менің рецебім бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Олай болса, қажетті өнімдерімізді қосайық. Майонезімізді қосып аламыз. Тұзымыз бен ашытқымызды салып алып, үстінен 3 ас қасық сұйық майдың 2 ас қасығын құямыз. Кішкенесін алып қаламыз, 1 ас қасығын қазір бетіне жағу үшін. Қажетті өнімдеріміздің барлығын мен ұныма салып алдым. Осылай бір араластырып, жылы суымызды құя отырып, жұмсақтау қамыр илейміз. Қамырымыз неғұрлым жұмсақ болғаны жақсы. Алайда бізге қазір ашыған қамырмен жұмыс істеу оңай болу үшін қамырдың қатты сулы болмағаны қажет. Бауырсаққа илегендей жұмсақ қып илейміз, бірақ сулы емес, кішкене оны нетіп құрғап тұратын сияқты ма, енді сондай консистенцияда қазір мен енді илеген кезде сіздерге көрсететін боламын, қандай болған дұрыс екенін. Солай қамырымызды илеп аламыз. Су мен қамырымызды біріктіріп алдық. Міне осындай қамыр шықты. Сәл кішкене қазір қолға жабысып тұрған жайы бар осы қамырдың. Осы қамырымызды енді столдың бетінде кішкене комочектер қалмас үшін, түйіршіктер қалмас үшін жақсылап иін қандырып алатын боламын. Иін әбден қандырып алғаннан кейін бір 5-10 минут ерінбей илеген дұрыс. Сол кезде иі әбден қанатын болады. Иі қанған қамыр өте эластичный, керемет болып шығатын болады. Сол себепті маған табақтың ішінде илеу ыңғайсыз. Көбінесе осылай табақтың ішінде біріктіріп аламын да, столдың үстінде осылай илеймін. Міне, байқағандарыңыздай, жаңағында емес, уже қолға жабыспайды. Қазір бетіне алып қалған сұйық майымызды жағып, жылы жерге 1 сағатқа қойып алатын боламыз. Осы 1 сағат аралығында қажетті салмасына салатын өнімдерімізді турап алатын боламыз. Міне, қамырымыз қолға жабыспайды мүлдем. Дастарханға да жабыспайды, осындай қамыр шығу керек болған. Енді осы қамырымызды табағымызға салып, үстінен май жағып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымызды ашытып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қойдық. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін менде мына жерде асқабақ, үлкен бір пияз және фарш, немесе ет қолдансаңыздар болады, майдалап турап. Менде фарш және шмай обязательно қосамыз. Мантымыздың сочный, майлау болуына керемет көмектеседі, дәмді болады. Сосын мына жерде бір 4-5 ас қасық сұйық май және қара бұрыш, қызыл бұрыш, дәмдеуіш, мантыға арналған тұз. Енді осы тыквамыз бен пиязымызды майдалап, 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Тағы да қазір көрсетем, турап болғаннан кейін осыны турап дайындап алайық. Қажетті тыквамызды, пиязымызды осылай турап алдық. Міне, тыквам менде осындай 4 бұрыш болып шықты. Пиязды да. Енді үстінен фаршымыз бен шмайымызды қосып, дәмдеуішімізді қосып, тұзымызды, үстінен сұйық майымызды құйып, осы салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Мен енді қолмен араластырам. Себебі қолмен мұжып тұрып араластырған ұнайды өзіме. Барлық дәмдеуішін сіңдіріп. Салмамызды жақсылап араластырып алдық. Міне, 1 келкі болғанша. Барлығы 1 келкі болды. Қазір енді қамырымызды
шариктерге бөліп күлшелеп алатын боламыз. Қамырым 1 сағат 10 минуттай тұрды. Міне, көтерілген, көріп тұрған болсаңыздар. Осы қамырымызды енді дастарханның бетіне түсіріп, қазір күлшелейтін боламыз. Міне, мүлдем қолға жабыспайтын қамыр. Ортасы ашыған. Міне, ашып шыққан қамыр, кәдімгі керемет. Мүлдем қолға жабыспайды. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Дәл осы менің рецептім бойынша пигоди жасап, үйдегі балаларыңызды, үйдегі туған туысқандарыңызды қуансаңыздар болады. Керемет болып шығатын пигоди. Осылайынан. Содан кейін осылай бөліп шығатын боламыз. Барлық қамырымызды осылай дайындап, бөліктерге бөліп, шарик қылып, дөңгелетіп алатын боламыз, шарик жасап. Егер де сіздер үлкен пигоди жасағыларыңыз келсе, онда осы шариктен сәл үлкендеу жасаңыздар. Егер жоқ кішілеу болсын десеңіздер, себебі бұл ашқан қамыр ғой, қазір пісіру барысында тағы да көтерілетін болады. Сол себепті мен осындай кішкентай пигодилар жасаймын. Піскен кезде орташа пигоди болып шығатын болады. Барлық қамырымызды осылай дайындап аламыз. Осы дайындап алған шариктерімізді қолмен осылай жаймалап аламыз. Оқтау пайдалансаңыздар да болады. Бірақ мен қолмен ақ істей саламын, осылай міне. Осы жұқалық бізге болады. Осыған 1 ас қасық дайын салмамыздан салып, енді мына оң қолымыздың 2 саусағымен осылай бір-біріне жабыстыра отырып жинаймыз. Сонда бізде пигоди болып шығады. Барлығын осылай жинай бересіздер. Міне, мына бір қолмен ішіндегі салмамызды саусақпен итере отырып, міне, көрген болсаңыздар, бірден осы дайын пигодиімізді сұйық майға майлап алып, түбін осылай мантаваркамыздың табағына сала береміз. Келесі екіншісін көрсетіп жіберейін. Міне, қолмен осылай жаймалап, қатты жұқартып жаймалаудың қажет жоқ, себебі бізде тыква болғандықтан тесіп шығуы мүмкін. Жағынан қамыры сәл болғаны да жақсы. Піскен кезде үстіне міне осылай примерно толтырыңқырап салып жатырмын мен. Осыны мына 2 саусақтың көмегімен итере отырып, бір-біріне домалата отырып, пигодиімізді осылай гүл сияқты ортаға жинап шығатын боламыз. Сонда ортасы тесік, әдемі пигодиіміз шықты. Осы пигодиімізді бірден астын майға майлап, мантаварканың табағына тізетін боламыз. Осылай барлығын түйіп алғаннан кейін, мантаваркамызда 45 минут бойы буда пісіріп алатын боламыз. Ал барлық мантымызды, пигодиімізді осылай түйіп алдық. Енді бетін тағы да аз-маз сұйық маймен осылай майлап алатын боламыз. Бұл біздің мантымыздың құрғақ болмай, қатты болмай, жұмсақ піскен кезінде жұмсақ болып тұруына көмектесетін болады. Осы дайын пигодиларымызды 45 минутқа буда пісіріп алатын боламыз.